Жетінші қара сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары, бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Сәлем достар, менің білім берудегі цифрлық технологиялар атты ұстаздарға арналған каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Айнұр Бақытбекқызы, информатика пәні бойынша білім магистрі. Бұл каналда сіздерге жалпы ұстаздардың цифрлық құзыреттіліктерін арттыруға арналған канал болып табылады. Өзіңізге қажетті платформаларды, креативті бір әдістерді, заманауи презентацияларды, өздеріңізге қажет дүниелерді аласыздар деп ойлаймын. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді DID деп аталатын сервиспен, нейрожелімен таныстыратын боламын. Ол үшін Google іздеу жолағына DID деп жазсаңыздар, мінекей бірінші тұрған сілтемеге басып, осы сервиске кіретін боламыз. Бұл жерде үнсіз келісіммен ағылшын тілі болады. Егер де өздеріңізге орыс тілі ыңғайлы болатын болса, бізде мына Google автоматты түрде бізге орысшаға аударып беретін мүмкіндігі бар. Немесе экранның кез келген жерін басып, перевести на русский язык деген батырманы бассаңыздар, кез келген браузерді орыс тіліне аударып береді. Енді бізде қазір уже аударылып тұр. Олай болса, ең бірінші бізге бұл платформаға тіркелу қажет, авторизация жасау керек. Ол үшін Google арқылы авторизация жасауға болады. Ешқандай орнатудың қажеті жоқ, тек қана платформа арқылы тіркелеміз, және де ары қарай өзіміздің жұмысымызды бастап кете аламыз. Енді мен бұл платформаға тіркеліп қойғандықтан, мені автоматты түрде осы платформаға жұмыс жасауға бірден қатынау алып отырмын, доступ алып отырмын. Сол себептен де бірден осындай сіздерде де тіркелгеннен кейін осындай терезе ашылады. Бұл жерде тағы да аударып аламыз, өйткені браузеріміз жаңарды. Бұл жерде сол жақ жоғарғы жақта ең бастысы бізге керек создать видео, яғни видео құру батырмасы болады. Сол батырманы басу арқылы біз кез келген видеоны құрастыра аламыз. Енді біз негізгі бетімен таныстырып өтейін. Бұл жерде мінекей мынау біздің жұмыс аймағымыз. Бұл жерде біз жаңағы сөйлететін кейіпкерлерді таңдаймыз. Не болмаса өзіміз арнайы дайындап қойған суреттерімізді қолдансақ болады. Өзіміздің суретімізді немесе сол сөйлейтін кейіпкерді алдын ала дайындап, добавлять, яғни қосу деген батырманы басу арқылы өзімізге қажетті суретті, қандай суретті сөйлеткіңіз келеді, кімнің суретін, оның барлығын алдын ала дайындап қоямыз. Мысалы, біз жаңа Абай Құнанбаевтың суретін жүктеп алған болатынбыз. Қажет болса, тағы да осы батырманы басу арқылы осы суретті өзіңізге жүктеп аласыз. Мінекей, сурет жүктеліп болғаннан кейін нақты осы суретпен жұмыс жасайтын боласыз. Бұл сурет сізде ашылды. Енді біз оң жақта скрипт деген жерге біз өзіміздің осы суретте айтылу керек мәтінді қоямыз. Осы скрипт деген жерге. Ол үшін біз мәтінді алдын ала дайындап қоюымыз керек, немесе тауып алуымыз керек, интернет желісінен. Олай болса, біз Абайдың бір қара сөзін алайық. Ол үшін Google іздеу жолағына Абайдың қара сөздері деп жазамыз. Осы жерден кез келген бір Абайдың қара сөзін таңдап, ашып аламыз. Мысалы, Абайдың 7-ші қара сөзі. Абайдың 7-ші қара сөзі. Осы сөзді біз белгілеп аламыз. Немесе бұл
енді өздеріңіздің мақсаттарыңызға қарай қандай сурет, мысалы ол құттықтау сөздері болатын болса, мысалы өзіңіздің суретіңіз немесе басқа бір кейіпкердің суретін қойып, оған құттықтау сөздерін жазып, осылай суретті сөйлетуге болады. Енді біздің жағдайымызда біз осылай абайды сөйлеткелі отырмыз, иә. Олай болса, мінекей мәтінді қойдық. Одан кейінгі қадам бізге тілді ауыстыру керек. Яғни біздің кейіпкеріміз, біздің мәтініміз қазақ тілінде болғандықтан қазақ тілін таңдаймыз, және де бұл жерде Дәулет және Айгүл деген ер адамның және әйел адамның дауысы болады. Біз сәйкесінше біздің кейіпкерімізге қарай Дәулеттің дауысын таңдаймыз. Енді осы жерде создать видео деген батырманы басамыз. Енді осы жерде бізде үнсіз келісіммен жаңағы абайдың қара сөзін суретті сөйлету процесі жүріп жатыр, генерация жасалып жатыр. Аз ғана уақыт күтеміз. Бізде видеоны генерациялау процесі аяқталды. Енді бізде мінекей дайын видеомызды қарап көрсек. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары, бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демеклік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына бетіне басып қарап, сырнай керней болса, даусына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтет деп, бұл неге бүйтет деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мінекей осылайша біздің видеомыз дайын болды. Енді бұл видеоны біз скачать деген батырманы басу арқылы, скачать, download деген батырманы басу арқылы жүктеп аламыз. Мінекей оң жақта жүктеу процесі жүріп жатыр. Немесе біз делиться, share деген батырма арқылы кез келген платформаларға, Facebook, WhatsApp, Twitter деген сияқты желілерге жариялай аламыз. Немесе копировать ссылку для общего доступа деп батырманы басу арқылы, мынақты скопированы деп тұр. Біз жаңа браузер ашып, немесе презентацияға болсын, кез келген жерге біз осы сілтемені қою арқылы интернет желісі арқылы аша алатын боламыз. Байқасаңыздар, қазір ашылу процесі жүріп жатыр. Видеомыз дайын болды. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Яғни біздің видеомыз осындай жолдармен біз видеомызды тарқата аламыз. Видеоны жалпы MP4 форматында жүктеп алсақ болады, немесе ең қарапайым жолы сілтемесін көшіріп, жариялап таратсақ болады. Сіздерге видеом пайдалы болды деп ойлаймын. Кәделеріңізге жарасын.